Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге орама нанның рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қамырымызды илеп дайындап қоямыз. Ол үшін илектен өткізілген ұнымызға 1 шай ас қасық тұзымызды салып, жылы суымызды құя отырып, жақсылап отырып қамыр илейміз. Қамырымыздың иін қандыра отырып, жақсылап отырып илейміз. Салмасына мен бәрін кубиктап турадым. Ең алдымен пиязымызды турап аламыз. Одан кейін сәбізімізді үккіштен өткіземіз. Кейін орам жапырағымызды 4-3-теп турап аламыз. Қызып тұрған табадағы майымызға пиязымызды, сәбізімізді және орам жапырағымызды сала отырып, жақсылап отырып қуырамыз. Кейін сәбіздеріміз қуырылғанша картопымызды 4-1-теп турап дайындап аламыз. Кейін тәтті бұрышымызды турап аламыз. Кейін сарымсақты үккіштен өткізіп саламыз. Сарымсақ өзінің бір ерекше бір дәмін береді. Міндетті түрде қосыңыздар. Қуырылған салмамызды салып, дәміне қарай тұзын, бұрышын салып, жақсылап отырып араластырамыз. Дайын болған қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Және әрбірін ұн себе отырып дөңгелектеп қоямыз. Қамырымызды өте жұқа қыла отырып жаямыз. Қамырымыз видеода көрсетілгендей өте жұқа болуы керек. Кейін сұйық майымызды жағамыз. Одан кейін салмасын саламыз. Жақсылап отырып жан-жағына жеткіземіз. Видеода көрсетілгендей ораймыз. Кейін мантаваркамызды майлай отырып, орама нанымызды саламыз. Орама нанымызды 35-40 минут пісіріп аламыз. Орама нанымыз пісіп дайын болды. Осындай өте дәмді болып шығады. Егер де сіздерге рецепті ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Рахмет.